Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бүгін балықтан котлеттер пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий қолдап жаза кетіңіздер. Бізге осылай алдын ала тартылған балықтың етіне фарш қажет болады және үстіне нанымызды жібітіп қосатын боламыз. Мен алдын ала нанды осылай суға жібітіп алдым. Енді үстіне фарштың үстіне осылай қолымызбен үгітіп салатын боламыз. Біздің нанымыз фаршқа бірігуі қажет. Осылай қолымызбен нанымызды үгітіп фаршқа жабыстырамыз. Сол кезде біздің фаршымыз мен нанымыз біркелкі болуы қажет. Енді үстіне үкіштен бір сәбізімізді өткіземіз. Сәбізді қоспасаңыздар да болады, немесе массировканың көмегімен өткізіп алсаңыздар да болады. Мен осылай үкіштің майда көзімен өткізіп шықтым. Сәбізімізді өткізіп болғаннан кейін бір чесногымызды қосамыз. Чеснокты өткізіп болғаннан кейін үстіне бір ас қасық тұзымызды және қара бұрышымызды, бір жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап бір-бірімен бірігетіндей қылып жақсылап араластырыңыздар. Сол кезде біздің котлеттер пісірген кезде бір-біріне ажырамай өте жақсы болып пісетін болады. Сондықтан фаршымызды өте жақсы қылып араластыруымыз қажет. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 15-20 минутқа тындырып қойып қоямыз. Сол кезде біздің фаршымыз демалуы қажет. Неге бетін осылай біріктіріп 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут өтті. Менде 20 минут өткеннен кейін енді котлеттерімізді формаға келтіріп, осылай досканың бетіне қойып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп. Формаға келтірген кезде тым қалың болып кетпеуі қажет, немесе жұқа болып кетпеуі керек. Өйткені жұқа болса, қазір күйіп піседі, сондықтан күйіктің дәмі көп шығатын болады. Орташа көлемде котлеттерді дайындап аламыз. Балықтың котлеті өте дәмді болып шығады. Қасына пюре немесе күріштен ұсынсаңыздар да болады. Дәмі өте күшті болып шықты. Дәл осы менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Котлеттеріңіз өте күшті болып шығады. Барлығын осылай формаға келтіріп болғаннан кейін панировочный сухариге аунататын боламыз. Енді қызып тұрған майда екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Жай отта пісіріңіздер. Сол кезде біздің панировочный сухариге аунатылғаннан кейін ол күйіп кетпейді, өз формасында сақтайды. Сондықтан жай отта пісіріп шығыңыздар. Біздің котлеттеріміз дайын болды. Дәмі өте күшті болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Баян. Ас болсын.